Мен жеке кәсіпкер Сайдинова Света Тетеевна болам. Осы Шелек ауылының тұрғынымын. Осы жерде туып өскенмін. Ауылымыздың көркемдігіне атсалысып, неше жылдан бері осы балалар асханасында жұмыс істеп келе жатырмын. Шелек ауылында 2 мектеп, Вихрева мектебі мен осы Абай мектебінде жұмыс жасап жатырмын. 1998 жылы мен осы Шелек ауылының 5 мектебінің асханаларын бәрі ремонт жасатып, сол кезден бастап осы жұмысты жүргізіп келе жатырмын. Қоласында 12 жұмыскер, солармен жұмыс жасап, ауылдағы жұмыс орнын создавать етіп жұмыс жасап жатырмын. Сол жұмыстың арқасында тағы да қосымша магазин, кафелерді салдық. Өзіміздің тағамдарымызды дайындап, сол балаларды жақсы, қарқын тамақтандырып, үлесімізді салып жүрміз. Балаларды тамақтандырудың өзінің бір шарттары бар. Қазір соңғы кезде үкіметтің басшылығымен балаларға тегін тамақ беріліп жатыр. Соның сәйкестік нормаларымен балаларды жақсылап тамақтандырып, нормалармен жұмыс істеп жатырмыз. Енді алдыңғы уақытта мен жоспарларым үлкен кафе салайын деген ресторан ойым бар. Сол участоктар бәрі дайын. Енді Құдай қаласа, биылдан бастап сол планды енгіземін деп ойлап отырмын. Енді ол жолы да обязательно КМФ-тің көмегіне жүгінемін. Сол КМФ банкінен мен где-то 2003 жылдан бастап сол банктың өте көп маған көмегі тиіп жатыр. Біздің жұмысқа өте көп салым керек. Сол үшін кейде сол банкқа жүгініп, сол банктың көмегіне келіп отырамыз. Банкқа өте ризамын. Сондай қиын кездерде КМФ қасымыздан табылады.